Жезқазғандағы 70 жыл бұрын бой көтерген жылу орталығы биыл күрделі жөндеуден өтті. Өткен жылы бірнеше рет істен шыққан қаладағы жалғыз станцияның 70% ескірген екен. Ала жаздай тиісті жұмыстар жүргізіліп, құбырлар толықтай жаңартылды. Қазір 4 қазандық кесте бойынша жұмыс істеп тұр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл электр станциясы Топар ауылы мен Абай қаласын жылумен қамтамасыз етіп отыр. Нысанда жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Бүгінде 16 қазандықтың 2-і жөндеуде. Қалған 14-і қақаған аязда аймақты жылытуға артығымен жетеді. Қуат күші жағынан негізінен 12-сі жеткілікті. В этом году Казахмыс выделил более 5 миллиардов тенге. Биыл Казахмыс компаниясы станцияны дамытуға 5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлді. Орталық үздіксіз жұмыс істеу үшін қолданыстағы көл үйіндісі кеңейтіліп, нөмір 3 турбоагрегат күрделі жөндеуден өтті. Жөндеуден өткен негізгі құрылғылар станцияның кірме жолдары және орталықтың басқа да маңызды элементтері. Сондай-ақ 7-ші және 10-ші қазандық пен 6-ші турбина күрделі жөндеуден өткен. Осы тұста мамандар жылу маусымы сәтті басталды деп отыр. Запас угля накопили. Көмір қоры қажетті мөлшерден көп жиналды. Бекітілген норма бойынша 116 мың тонна болуы керек. Ал бізде 475 мың тонна қатты отын бар. Бұл 10 күнге арналған норма. Мазутымыз да жеткілікті 1800 тонна болады. Шамамен 2 айға жетеді. Жылу желілері 100% дайын. Жезқазғандағы жылу орталығында да биыл жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Жабдықтарды күрделі жөндеуге 4,8 миллиард теңге бөлінді. Бізде негізі бас аяғы 8 қазандық. Оның 2 қазандығы реконструкцияда, жаңағы толыққанды ауыстырылатын қазандықтар. Бүгінгі таңда бізде 3 қазандық толыққанды жұмыс істеп тұр. Бір қазандығымыз ағымдағы жөндеуде. Идут завершающие работы. Нөмірі 4-ші қазандықта соңғы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Яғни құрылғыны қалпына келтіру және оқшаулау жұмыстарын аяқтап жатырмыз. Сондай-ақ қазандық барлық гидравликалық сынақтардан өтті. Апта соңына дейін қазандықты қосуды жоспарлап отырмыз. Бүгінде жылу орталығында 4 қазандық пен 3 турбина жұмыс істеп тұр. Қалалық жылу желісіндегі температура қалыпты нормадан жоғары, ал көмір қоры 268 мың тонна. Бұл шамамен 70 күндік жұмыс үшін жеткілікті. Мазут қоры 2050 тонна. Оның негізгі нормасы 280 тонна. Айта кету керек, жөндеу жұмыстары тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Жылу орталығының басшылығы биыл жылыту маусымы сәтті өтетіндігіне сенімді. Осы қыс мезгілінде әрбір тұрғынның үйі жылы әрі жайлы болмақ. Жанар Арғынова, Еуразия, 1.